Ак өргөдөн жаңы салынган өтө сонун сатылуучу үй чыкты туугандар. Мынакей бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Буюрса сиздер биринчи хозяин болосуздар туугандар. Мебель, бытовой техника баары калат. Алардын дагы баары жаңы. Мынакей бул короосу туугандар. Бул жакта очоканасы. Мынакей сонун жасалган үй. Ар бир көргөн кишиге бул үй жакса керек. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр жана видеону жогото албайын десеңиздер лайктан басып сакталыңыздар туугандар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Ак өргө, Үркөр көчөсүндө жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Ушихина жана Үркөр көчөсүнүн кесилишинен бир аз эле түндүктү кайра жүрөсүздөр. Оң турда сатылуучу үй жайгашкан. Анан ары жагынан Отарага көчөмөн кирсеңиздер деле болот туугандар. Так, бул Ушихина көчөсү, бул жерден шаардын бутунда жүргөн автобус маршруткалар көп эле бар. Бир аз анан батышты кайра жүрсөңүздөр, Барпалов көчөсүнө бара аласыздар. Чыгышты кайра жүрсөңүздөр, Тимуров Фрунзе көчөсү туугандар, өйдөгүсү Гагарин көчө болуп калат. Жана бул жерде жакын жерде Жобарк генералдык мектеби бар экен, садиктер бар туугандар. Андан ары мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Жайгашкан жери Үркөр көчөсү жана Отарага көчөсүнүн кесилишинде эле жайгашкан. Ал Ушихинага мынакей 150 метрге жетпеген аралык туугандар. Жолдор кенен экен. Электр энергиясы, природный газ, центральный канализация бар жана бар киргизилген үйгө туугандар. Бул көчө тарабы бийик забор дарбазасы. Түштүк чегара бул жерден башталат. Түндүк чегарасы мынакей бул кошунага чейин көчө тарапынан мындай таштар менен жасалган забор менен тосулуптур. Бул жакта дарбазасы. Так, андан ары күзөтүү камералары жана мындай домофондор баары орнотулган. Мына бул короосу. Жалпысынан жердин аянты 3 соток экен туугандар. Документтер боюнча техпаспорты, кызыл китеби, керектүү документтин баары экен. Окей, короосу бул жакта 260 квадрат метр болгон ушундай чоң 2 этаж үй, плюс подвалы дагы бар экен. Стенасы кирпич, тышкы тараптан базалит менен, крыша тарабынан базалит менен жууланган туугандар, этаж ноктолору менен монолит. Сырткы тарабына мындай жасалган көрүп крышасы мягкий кровля менен жабылыптыр туугандар. Так, короосунда очоканасы, машина койгонго жайлары мына брусчаткалар менен жасалыптыр. Азыр буларды дагы сыртка чыгып кайра көргөзөм. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей тепкичтер, могу жерлерде мындай сары таштар менен жасалган туугандар. Үйдү негизинен сапаттуу кылып салганбыз дейт. Баардык курулуш материалдары баары курулушту түшүнгөн кишилер салган туугандар. Андан ары киргенде мынакей ушундай жайы. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Экинчи этажга жана подвалга түшүп кеткен тепкичтер. Оң тарапка карай кирсек, бул жерде кухнясы, кухонный мынакей мебелдери, мындай бытовой техникалар баары калат. Баары туугандар ушул техника мебелдер, привозной жана импортный ушундай мебелдер. Жакшы баадагы жакшы мебелдер орнотулуптур туугандар. Вентиляциялары. Көргөнүңүздөрдүн баары калат. Анан отоплениясы теплый пол, бардык бөлмөлөр. Анан 3 спальный бөлмөсү гана батареялар орнотулган туугандар. Бул жакта зал. Залдын көрүнүшү мындай өзгөчө мебелдер орнотулуптур туугандар. Таштар менен жасалган туугандар. Түштүк тарабынан терезеси. Бул жакта домофон и кухняны көргөздүк. Бул жакта биринчи этаждын санузелі. Санузелдин деле туугандар дубалдары керамогранит, унитаз, монун баары ушул жакшы сапаттагы материалдар менен кылганбыз дейт. Аны келгенде да байкап көрсөңүздөр болот туугандар. Мен сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Лайктан басыңыздар. Ар бирибизге ушундай жакшы үйлөр буйрусун туугандар. Мынакей. Бул экинчи этажы. Бул тараптан чыкканда балкон. Азыр аны да көргөзөм. Бул жерде мындай бир бөлмө. Спальный бөлмө туугандар. Родительский спальня экен. Түштүк тарабынан, чыгыш тарабынан терезелери.
Ол жағында не бар екен? Бұл жерде өзінің спальныйдың ванна душа жатқанасы, бұл тарауында гардеробы туғандар. Так. Бері қарай берсек. Тағы бір спальный бөлме. Түштік тараптан терезе. Мебельдер мынакей монтип өзгеше жасалып тұр. Қармағыш сыртта емес, мындай мен ішінде екен, жаңа краскаланған шындай мебельдер. Жаңа айтқандай, мебельдерге де көңіл бұрсаңыздар болады. Мебельден той техниканы сол көргеніңіздердің бары қалады екен туғандар. Шындай биік шкафтар туғандар. Ондан ары үй жаңа салынған, үйді салсаңыздар, сіздер бірінші хозяин боласыздар туғандар. Бұл жақта екінші этаждың саңыз елі жайға шыққан. Бұл жақта балконды көргізіп отырмын, туғандар сіздерге балконға шығып балконды көргізейін. Такнакей балкон бұл жағында сарташтармен жасалған. Балкондан толғыр табиғат көрініп тұрады туғандар, қошыналар районның көрініші. Андан ары сіздерге сокольный этаж дейді біле, туғандар жыл жағын көргізейін. Бар теплый пол. Бұл тарауы дәле теплый пол. Туғандар газовый котел менен жылыды. Так, түшкенде шындай чоң бір бөлмесі. Полдары мұндай кафель. И теплый пол. Бұл жақта отоплениенің котелы. Чоң аристон. Водяной теплый полдың кеткен жерлері. Так. Ondan ары. Бұл жақта негізінен бір үйдегі машығу залы боласыздар бұ. Жаңа бұл жақта дағы бір мондай зал бар. Бұл жақта кинотеатр боласыздар бұ. Шындай подвалда екі чоң бөлмесі бар екен туғандар. Мен қайла сатушыдан құрылысындағы туғандар. Бұл жақта ұшықана, барбекю, ракайна су шығарған сыртқа жатқанасы, жана жатқанаға ділі туғандар. Теплый пол кіргізілді. Қышында ділі сыртқы жатқанаға жылу кірсеңіздер болады. Үйдің әрбір қаптал жағынан қошынар орталықта аралық қалыптырылған. Тағы емне малматы басы бұл үйдің $260 000 сұрап атыптыр. Анандағы сөйлешу болады. Есін номері 0704 89 45 65. 0704 89 45 65. Екінші номері 0551 89 45 65. 0551 89 45 65. Ушыл номерде екіншісінде WhatsApp тілі бар екен туғандар.